Қайырлы кеш оқушылар, көрермендер, мұғалімдер. Келесі тақырыбымыз жарықтың интерференциясы. Осыған байланысты 5 есеп шығарамыз. Бірінші есебіміз кеңістіктің қайсы бір нүктесіне геометриялық жол айырымы 1,2 микро деген 10-6 дәрежесі метр. Когерентті сәулелер түседі. Когерентті деген олардың толқындарының ұзындығы бір-біріне тең. Олардың вакуумдық толқын ұзындығы 600 нанометр. 6 көбейтілген 10-ның -7 метр болады. Интерференция әсерінен осы нүктеде не байқалатынын анықтаңыз. Есепті ауа үшін, су үшін және сыну көрсеткіші 1,5 болатын шыны үшін шығарыңыз дейді. Бірінші жағдайда ауаныкі 1-ге тең, сыну көрсеткіші. Судың сыну көрсеткіші 1,33, ал шынынікі 1,5. Енді бұл жол айырымы ауада лямбда болады. Бұл К көбейтілген лямбда болады. Бұл егер К егер бүтін сан болса, бұл күшейеді деген сөз. К деген бүтін сан болмаса, бұл нүктеде әлсірейді деген сөз. Лямбда неге тең? Бұл 1,5 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесін бөлеміз. 0,6 көбейтілген 10-ның -6 деп жазсақ болады ғой бұны. Сол кезде бұл жерден 2 шығады. Демек, бұл нүктеде ауада ол күшейеді екен. Енді суда бұл жол n есе ұлғаяды. Себебі жылдамдық n есе кішірейеді ғой. Белгілі бір ортаға кірген кезде. К ғой, кешіріңіз, бұл К. К бұнда неге тең екен? 1,33 көбейтілген 1. Лямбда бөлінген, дельта бөлінген лямбда 2-ге тең екендігін білеміз, 2 болады. Сонда бұл 2,66-ға тең. Бұл бүтін сан емес, бұл 2,5-ға өте жақын, сол үшін бұл нүктеде әлсірейді. Үшінші жағдайда n 3 көбейтілген дельта тең К лямбда. Бұл жерде К3 неге тең? n яғни 1,5 көбейтілген 2. Демек, бұл 3 болады. Демек, бұл шынының ішінде де күшейеді екен. Келесі экранда S1 және S2 когерентті 2 көзден шығатын толқынның ұзындығы 590 нанометр. Жарықпен жарықталынады дейді. Жарық көздерінің арақашықтығы d-ға тең дейді. Және де экранның O центрінен арақашықтығы x-қа тең болады дейді. Сонда O нүктесінен санаған кезде екінші жолақтан O нүктесінен санағанда екінші интерференциялық жолақтың центрі өтеді. Қай жерден өтеді дейді. Енді бұл жерде біз мынандай нені қолданамыз. Мынау біз L1 болсын, бұл L2 болсын. Және де бұл жерде екеуі, негізі ол маңызды емес, бірдей жауап шығады, бірақ d бөлінген 2 деп алайық. Сол кезде не болады? Бұл жолдың айырымы L2 азайтылған L1-ге тең. L2 бізде неге тең? L2-міз, қараңыздар, d бөлінген 2 қосылған x-тің квадратын қосамыз L-дің квадратына. L1 болса, d бөлінген x азайтылған d бөлінген 2 квадрат қосылған L квадрат түбірасты болады. Пифагор теоремасы бойынша. Мына қашықтық неге тең? Мынау x азайтылған d бөлінген 2 тең. Ал мына қашықтық x қосылған d бөлінген 2 тең. Енді дельта тең болады. Мына жерде мынандай қолданамыз. 1 бөлінген x-тің
n дәрежесі егер x бірден әлдеқайда кішкентай болатын болса, бір қосылған nx болады. Сол үшін дельтаны мынандай жағдай шығарсақ болады. L-ді сыртқа шығарамыз, іште не болады? Бір қосылған d қосылған d бөлінген 2 қосылған x квадрат бөлінген l квадрат. Азайтылған l, мынаның 1 бөлінген 2 дәрежесі 1 қосылған x азайтылған d бөлінген 2-ның квадраты бөлінген l квадраттың 1 бөлінген 2 дәрежесі. N дегеніміз бұл жерде 1 бөлінген 2. Кішкентай дегеніміз мына 2 зат кішкентай. Сосын дельта неге тең? L қосылған d бөлінген 2 қосылған x-тің квадратын бөлеміз 2l. L-ді қысқарып кетті. Азайтылған l азайтылған x минус d бөлінген 2-ның квадраты бөлінген 2l квадрат. L-дар қысқарады. Ой, рахмет. d бөлінген 2 қосылған x-ның квадраты неге тең? d квадрат бөлінген 4 қосылған 2 d бөлінген 2 x. Қосамыз x квадратқа. Одан азайтамыз. Мына жерде x квадрат азайтылған 2x d бөлінген 2 қосылған d квадрат бөлінген 4. Сосын барлығын 2l квадратқа бөлеміз. Сонда бұл жерде x квадраттар қысқарады, d квадрат бөлінген 4-тер қысқарады. Жоғары жақта не қалады? 2x-ті бөлінген 2l, кешіріңіздер, бұл жерде квадрат жоқ, 2l болады. Сонда біз жалпы мынандай формуланы табамыз. Бұл Юнг эксперименті ғой. Соған байланысты x көбейтілген d бөлінген l, ол жол айырымына тең екендігін табады екенбіз. Ал енді Пуассон нүктесін білесіздер, мына 2 жарық тура мына ортаңғы нүктеде бір-бірімен бірдей фазада болады. Сол үшін бұл жерде максимум болады. Мына жерде минимум, сосын мына жерде максимум, мына жерде минимум, сосын мына жерде максимум. Так. Мынандай болады ғой. Мына ортасы мына жер, Сонда бірінші жолақ деген ол бізде мынау. Бірінші жолақ. Екінші жолақ дегеніміз мынау. Сонда қашықтығымыз неге тең? Так, мынаны дұрыстап не істейік? Қызыл деген максимум деген сөз, ақтың орнына қара деген минимум. Бірін жоятын нүктелері қараға тең. Қызыл, қара. Бұл интерференциялық жолақ. Екінші жолақтың ортасы дейді. Так, бірінші жолағымыз бұлай болады. Дұрыстап есептейік. Мынаның жартысынан кетеді ғой. Сол үшін бұнаның жартысына дейін. Мынау бірінші жолақ болады. Сонда мына жер бұлай жартысына дейін барады. Екінші жолақ. Сонда мына минимумда болады екен. Екінші интерференциялық жолақтың центрінен өтеді дейді. Так, мынаны есептемесек, мынау біреу, мынау екеу. Так, қалай болады бұл жер? Екінші минимум. Так, екінші минимум дегеніміз мына жерде к лямбданың, мына жерде 0 көбейтілген лямбда болады. Мына жер 1 көбейтілген лямбда болады. Мына нүкте 1,5 болады. Дельта бізде неге тең? Жоқ. Екінші интерференциялық жолақтың центрінен өтеді дейді. Бұны біз 1,5 деп аламыз ба? Или 2,5 деп аламыз ба? Бұны нақты біле алмай тұрмыз. Сонда біз
мына x. Так, нені табуымыз керек? L-ді табуымыз керек. L тең болады x. X бізде 15 миллиметр, 15 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. D бізде неге тең? 200 микрометр. 2 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі, микрометр 10-ның минус 6 дәрежесі. Бөлеміз 590 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесіне. Бұл жерде қандай жауап шығады? Пока что осыны көрейік. 15-ті 2-ге көбейтсек 30 бөлінген астыда 590. Енді үстіңгі жақта минус 9 бен астыңғы жақтағы не қысқарады, минус 9-ның үстінде көбейтілген 100 бар. Жауап 5-ке тең. Сонда екінші интерференциялық жолақтың центрінен өтеді. Демек, бұны біз 1,5 емес, 2,5 деп алуымыз керек екен. 2,5 деп алуымыз керек. Мынау 0-ші болады екен, мынау 1-ші, мынау 2-ші. Сол кезде арақашықтық 2,5. Мен білмеймін, авторлар солай алған. Бірақ бұны нақты бүйтіп айту керек еді. Бұндай есептерде сұрақ теріс құрастырылған. 2-ші минимум, немесе 3-ші минимум, 3-ші максимум деген сияқты айту керекті. Бұл жерде сұрақ неге бүйтіп теріс құрастырылған екен? Mesela олимпиадада көп сұрақтар кездестіргем, бірақ ешқандай жерде осындай бір сөз өтпеген. Сол үшін мен осы сұрақты критиковать етемін. Ал енді үшіншісі арақашықтығы D 0,32 миллиметр болатын ақ жарықтың когерентті көздері жіңішке саңылау түрінде берілген дейді. Жаңағы есеп сияқты ғой, мына аралары D болады. Сосын интерференцияны бақылайтын экран жарық көзінен L қашықтықта орналасқан. L-іміз 3,2 метр болады. Экрандағы екінші интерференциялық спектрдің қызыл және күлгін сызықтарының арасын табыңыз дейді. Яғни экранда ақ светтен әртүрлі не пайда болады, мына жерде қызыл бар. Мұнда қызыл болып тұр, күлгін. Мына жерде күлгініміз, пурпурный болсын. Мысалы, күлгін бұлай болсын, наоборот. Қызыл көбірек болады, күлгін азырақ болады ғой деймін. Жарайды, маңызды емес. Арақашықтығы деген ғой. Енді жаңа формула қолданамыз. Дельта неге тең? X-ті бөлінген L, Енді бізге екінші интерференциялық, бұлар максимумдар. Бұлар максимум. Бұлардың минимумдары қара болып тұрады. Сол үшін 2 көбейтілген, дельта неге тең? 2 көбейтілген лямбда қызыл, азайтылған 2 көбейтілген лямбда күлгін болады. 2 көбейтілген 760-тан 400 айсақ 360 нанометр болады. Бұл бізде неге тең? X дегеніміз білмейміз, ол дельта X. Көбейтеміз D. D дегеніміз 0,32 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Бөлеміз 3,2-ге. Өте қысқарады, мұнда 10 қалады. Так, бұл жақта 10-ның минус 3, минус 9, мұнда минус 6 болады. Дельта X неге тең? 72 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі метр. Яғни 7,2 миллиметр болады. Мынау керемет сұрақ. Бұл сұрақ өте жақсы берілген. Арақашықтығы 240 микрометр, 2,4 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі метр. 2 когерентті жарық көзі экранынан 2,5 метр қашықтықта орналасқан. Экранда қара және ақ жолақтар кезекпен қайталанып отырады. 5 сантиметр аралыққа 10,5 жолақ орналасқан дейді. Жақсы, енді біз формула естеріңізде ғой, X көбейтілген D бөлінген L тең болады дельта. X-іміз неге тең? L дельта бөлінген D-ға тең.
жолақтар енді қаралар қайталанып отыру немесе ақтардың қайталанып отыру, ол дельта неге тең болады? Мысалға к қосылған 1 лямбда азайтылған к лямбда. Екеуінің максимумдарының айырмасы немесе минимумдардың айырмасы лямбда болады. Сол үшін дельта x-іміз лямбда көбейтілген l бөлінген d болады. Бірақ мына жерде бізде бұл 10,5 жолақ бар дейді. Дельта x сонда 5 сантиметр болады. Жақсы, енді жарық толқынның ұзындығы неге тең дейді? d дельта x бөлінген 10,5 l. d-мыз 2,4 көбейтілген 10-ның -5 дәрежесі. Дельта x 5 көбейтілген 10-ның -2 бөлеміз 10,5 көбейтілген l 2,5-ға тең. 5 қысқарады, 2 болады. Сонда 4,8-ді бөлеміз 10,5-ке, және де 10-ның -7 дәрежесі метр. 4,8-ді бөлейік 10,5-ға. 0,457. 457 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі так, мына жерде бір нәрсе не то болып тұр. Мынау 24 бәсе, мына жерде қате кетіп қалған екен. Значит, мынау 2,4 болатын болса, 10-ның -4 дәрежесі болу керек. Иә, 10-ның минус 5 сантиметр. 10 жолақ 2,5 метр. 10-ның -6, сонда -6. Бұл қалай болып кетті? Негізі бұны мен дайындалған кезде, шығарған кезде, бұл тура нақты шықты. Қазір енді бұл жерде 457 нанометр шығып жатыр. Лямбда. Демек, біз қайдан тексерейік? 240 деген 240 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі микрометр, е? Дұрыс. Оны көбейтеміз. Дельта x ол 0,05-ке тең, бөлеміз оны 2,5-ға l. Енді оны бөлеміз 10,5-ке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Иә. Демек, 457 нанометр болады. Бұл жерде демек, мен дайындық кезінде де кітапта да қате болған екен. 457 деген шынымен логически болмайды. Обычно мына жарық, көзге көрінетін жарықтарды көрсетіп отыр ғой. 457 ол рентген немесе гамма жарығына түседі. Ол әрдайым қап-қара болып көрініп тұрады. Қандай минимал қалыңдық кезінде сыну көрсеткіші 1,54 болатын материалдан жасалған пластинаны оның бетіне перпендикуляр және де ұзындығы 750 нанометр сәулемен жарықталғанда жарық қызылға немесе қараға боялады дейді. Бұл жерге түскен жарық бұлай өз-өзімен интерференция болады. Бірінші және екінші жарық бір-біріне интерференция. Екеуінің жолының айырмашылығы мына жерде бұл қалыңдыққа тең. Яғни 2h көбейтілген n-ға тең. Мынаның n-і да бар ғой. Бірақ мұнда мынандай бір мәселе бар. Бұл есепті берген кезде толық бермеген. Бұның астында егер қандай зат болғанда маңызды да. Бұл жерде егер n-і
бұл n-нен үлкен зат болатын болса, онда айырмашылық осыған тең болады. Бірақ егер өйтіп айтпаған болса, скорее всего, бұл жерде ауа орналасқан. Демек, мынандай бір мәселе бар. Бұл өзінен үлкен сыну көрсеткіші бар неде? Мына жерде тағы да дельта лямбда бөлінген 2-ге ауысады. Yani azaytамыз, лямбда бөлінген 2-ні. Ал мына жерде болса, бұл 1 ғой. N-ні 1-ге тең ғой, ауа ғой. Сосын бұл жерде ешқандай ондай не болмайды, фазалық ауысу болмайды. Бұл электромагнетизмде бар осындай бір концепция. Бұны білу керек деп ойлаймын. Ал енді бұны біз былай жасайық. Қызыл дегеніміз ол максимум, я? Бұл жерде К лямбда болады. Енді К... Так. Минималды қалыңдық дейді. Енді 2HN К қосылған 1 бөлінген 2 лямбда. Онда бізде К 0-ге тең болған кезде H минималды болады, я? Лямбда бөлінген 4N болады. Яғни 750 нанометрді бөлеміз 4 көбейтілген 1,54-ге. 750-ді бөлеміз 4-ге, оны бөлеміз 1,54-ге. 122 нанометр қызыл түс болса. Қара дегеніміз ол минимал деген сөз, ол дельта К қосылған 1 бөлінген 2 лямбда болады. Немесе К азайтылған дейік, тең болады. 2HN азайтылған лямбда бөлінген 2. Лямбда бөлінген 2-лер қысқарады. Сонда H бізде К лямбда бөлінген 2N-ға тең. Ол минималды К 1-ге тең болады, лямбда бөлінген 2N болады. Демек, мынадан 2 есе үлкен, демек 244 нанометрге тең шамамен. Жақсы, бұлармен шамамен бірдей жауап шықты. Жақсы, осымен есептеріміз бітті. Сау болыңыздар.